Бүгін біз сендермен бірге балалар қауіпсіздік туралы әңгімелесеміз. Ал кәне айтыңдар, қауіпсіздікте не жатады екен? От жатады. Ал от бізге неге қауіпті? Ал Сара айта ғой. Тамақты дайындап жатқанда отты қосып кеткенде ұйықтап қалсаң да ол кеткен болып шығады. Өте тамаша балалар. Егер де тамақты жасап плитаны қосып кетсе, ол жерде өрт шығуы мүмкін. Ол қауіпті. Тағы да Балалар соткаға зарядқа қойған кезде ұйықтап қалса от шығады. өте тамаша маңыз. Қандай керемет. Балалар тоқты ұстауға болмайды екен. Тағы да Балалар елкаға салют істесе от шығады. өрт шығуы мүмкін. Балалар спичканы жақса өрт шығады. Балалар спичканың қазақшасын сіріңке деп атаймыз, Иә. Балалар сіріңкені ұстауға болмайды. Ал Динар айта ғой. Балалар шыршаның гирляндасын ұстаса от шығады. Өрт шығады. Тамаша балалар. Сендер барлықтарың балалар өрттің қалай шығатынын, өрт қауіпсіздігі жайлы өте жақсы біледі екенсіңдер. Қауіпті заттарды да біледі екенсіңдер. Ал енді айтыңдаршы балалар маған, егер де абайсызда өрт шыққан жағдайда біз қандай номерге хабарласамыз? 101. Дұрыс айтасыңдар. 101. Ал егер де тағы да қандай номерге хабарласамыз? 112. Ал жақсы, өте тамаша. Ал енді жедел жәрдемді біз 103 номеріне звондап хабарласып шақырады екенбіз. Внимание! Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение.